Қазақ даласын жарты жыл бойы жаяу шарлаған Жихангез Сәрсенбай Қотырашевқа жерлестері Жезқазған қаласынан 2 бөлмелі пәтер сыйлады. 72 жастағы ақсақал 8,500 шақырым қашықтықты жүріп өткен. Жол бойы Ұлытау облысын насихаттап, ішкі туризмді дамытуға үлес қосты. Қоныс той иесінің қуанышына өңірдегі тілшілеріміз де ортақтасып қайтты. 6 ай бойы ел аралаған Сәрсенбай Қотырашев 8,000 шақырымды артта қалдырды. 72 жастағы қария жол бойы 12 жұп аяқ киім тоздырған. Оның әр қадамын қалың жұрт ғаламтордан бақылап отырды. Жихангез жарты жылда 17 облыстың аумағынан өтіп, 20-дан астам қалаға аялдаған. Қазақтың қонақжайлылығына тәнті болғанын айтады. Тамақтан таршылық көрген жоқпын. Бар тамағым теген. Барған жерімде керемет деген байлардың өзі қол жетпейтін. Қонақ үйіне қондырып, орын алып беріп, бұрын жасап, құрмет көрсетіп жатыр. Осындай құрметтің арқасында жігерленіп, мерзімнен бұрын аяқтап келіп отыр. Ауылға аман-есен оралған ақсақалды тосын сый күтіп тұрды. Ұлытауды ұлықтаған Жихангезге Қазақмыс корпорациясы 2 бөлмелі пәтер сыйлады. Бұған қоса ішін жиһазға, тұрмыстық техникаға толтырған. Огромный вклад в развитие. Қариямыз жаңадан құрылған облысты насихаттап, ішкі туризмнің дамуына өлшеусіз үлес қосып отыр. Оның бұл ерлігі жастарға үлгі. Екінің бірі 8,000 шақырымда жаяу жүріп өте алмайды. Қазақмыс корпорациясы мұнда ерекше жандарды қолдауға әрқашан дайын. Жихангез жүрген жерінде Ұлытаудың киелі орындарын ұмыт бола бастаған қымыз мұрындық мейрамын насихаттаған. Бұдан бөлек әр өңірдегі қолөнер шеберлерінің тізімін жасап, ЮНЕСКО халықаралық ұйымына табыстапты. Оның бұл сапары Гиннестің рекордтар кітабына енуі мүмкін. Сәрсенбай Қотырашев енді Меккеге жаяу баруға ниеттеніп отыр. Ардақ Асылханұлы, Зарина Зұлпықар, қорытынды жаңалықтар, Ұлытау облысынан.